Бүгінгі сабақта деректер типтері және осы деректер типтерін қолдану сабағын үйренетін боламыз. Яғни деректер типтері бізде сан, мәтін, сандық, формула, ақшалай және мерзімдік болып бөлінеді. Соның алғашқы мәтіндік түріне тоқталып кетейін. Яғни кез келген ұяшыққа барамыз, осы араға мәтін енгіземіз. Мысалға жазайық: мәтін типі формула, сан, ақшалай деп деректердің түрлерін жазайық. Мына жерде қараңыздар, мәтініміз бірнеше ұяшықтың үстіне қатарласып түсіп кетті. Енді осыны бір мына ұяшыққа келтіріп жазу үшін мынарада мәзір қатарында перенос текста деген бар. Соған барып бассақ, бір ұяшықтың ішіне сыйғызып береді. Енді мынаның осы ұяшықтың мәтіндік типіне өзгерту үшін мынарада мәзір қатарында міне формат деген бар. Сол форматтың ішіне барамыз. Формат ячейка деген бар, яғни ұяшықты форматтау. Соның ішінен текстовый дегенді таңдаймыз. Сосын окей, міне. Яғни мына ұяшыққа мәтіндік деректерді ғана енгізе аламыз деген сөз. Енді екінші түрі сандық түрі. Сандық түрі бұл жаңа ақшалай, мерзімдік деген түрлері де осы сандық түріне кіреді. Бірақ форматын өзгертуіміз керек. Бүтін немесе нақты сандарды жаза аламыз. Мына ұяшықтың түрін өзгерту үшін тағы да форматқа барамыз. Формат ячейка, числовой дегенді таңдаймыз. Сандыққа 2 ондыққа дейін дөңгелектеп тұр, оның бізге қажет жоқ. Міне 10 және теріс сандарды қабылдайды. Окей басамыз. Кез келген санымызды енгізуге болады. 10 және теріс сандарды. Не көрдіңіздер ғой, тек қана санды жаздық. Енді келесі түрі бұл ақшалай. Мысалға мен сіздерге жазайын: компьютер 250 мың тұрады дейік. 250 мың тұрады дейік. Яғни жерде 250 мыңды біз бұны ақшалай екенін көрсету үшін тағы да жерге форматқа барамыз. Формат ячейка. Осының ішіне денежный деген түрін таңдаймыз. 2 ондыққа дейін дөңгелекте дейді, оның қажет жоқ, алып тастаймыз. Және мынарада әр елдің валютасы көрсетілген, осының ішінен Қазақстанды таңдаймыз, яғни теңгені. Окейді басамыз. Сонда міне шықты: компьютер 250 мың теңге тұрады. Енді келесі түрі мерзімдік. Яғни бұны да өзгертіп аламыз ұяшықтың форматын. Мынарадан дата басамыз. Сосын мына жерде айта кететін жай, мерзімдіктің ішінде қысқа және ұзын түрі бар. Егер біз сан мен қысқаша түрін жазатын болсақ, айдың атын санмен көрсетеміз. Егер ұзын түрін алатын болсақ, онда айдың аты толығымен жазылады. Бізге қазір қысқа түрін алып көрсетейік. Яғни 27-сі 11-ші ай 2025 жыл дейік. Міне қысқа түрі. Енді осыны ұзақ түріне ауыстыратын болсақ, онда бізде айдың аты толығымен жазылатын болады. Міне 27 ноябрь 2025 жыл деп тұр. Сосын тағы бір түрі бұл формула. Мысалға мен жерге мен кез келген санды енгізейін. Осы сандардың қосындысын табатын формуланы жазайық. Енгізіп алдым. Енді менде 2 деген саным В8 ұяшығында тұр. 3 деген саным С8 ұяшығында тұр. Енді мұнараға осы 2 санның қосындысын табу үшін келесі ұяшыққа барып D8-ге барамыз да, тең болады таңбасын саламыз. Тең болады таңбасын саламыз. Сосын ұяшықтардың адресін көрсетеміз. Мысалға менде тұр V2 плюс S2 ұяшықтарын. V2 мен S2 V2 месіменде V8-де тұр. V8 және S8 ұяшықтарын қосындысын тап деп формуласын жаздым. Enterді бассам, міне 2 санның қосындысын береді. Енді мен мына сандарды босқа жазған жоқпын. Осы
электрондық кестеде тағы бір функция бар, автотолтыру деген. Сол қызметті пайдалануға болады. Мысалға, мына келесі сандарында қосындысын табу үшін мына автотолтырудың әрекетін пайдалануымызға болады. Мына жерде төрт бұрышты ұяшықты қоршап тұрған сызық тұр ғой, соның төменгі жағында міне маркер белгісі бар. Осы маркерді төмен қарай созатын болсақ, бізге автоматты түрде мына астындағы сандардың қосындысын есептеп тауып беретін болады. Автоматты толтыру бұл жылдам есептеуге, тез есептеуге, тез толтыру үшін ұяшықты қолдануға болатын, пайдаланатын функция. Бұл тақсандарды жазып көрейік. Мысалы, тақсандардың тізбесін құрастырып бер деп. Яғни екі тақсандың белгілеп, мына маркерді төмен қарай келесі ұяшығымызға дейін созатын болсақ, бізге тақсандардың реттік санымен орналастырып жазып береді. Жұп сандарды жазатын болсақ, мысалға, маркерден төмен қарай қажетті диапазонға дейін созсақ, бізге жұп сандарды тізімдеп жазып береді. Осылай міне деректің типтерін, түрлерін әртүрлі етіп пайдалануға болады. Өзіміздің қажетімізше жазып, кез келген мәліметті енгізе аламыз.